Баяғы өткен заманда орманда түрлі өсімдіктермен бірге жемістер мен көкөністер де өмір сүріпті. Орманның төбесінен жарқыраған күн ешқашан кетпеген. Сондықтан күз де, қыс та болмаған. Жемістер мен көкөністер еш тоңбаған. Бір күні күннің бетін бұлт басып, айнала түнеріп, салқындық орнайды, қатты жел соғады. Бұрын мұндайды көрмеген жемістер мен көкөністер қатты тоңып қалтырайды. Өздеріне пана іздеп жан-жаққа кете бастайды. Алма мен қияр жолға шығады. Екеуі келе жатса, орманның шетінде үйшік тұрады. Үйшікті көргенде қуанып қалады. Үйшіктің есігін қағады. Бұл үйшікте ата мен әже тұрады. «Бұл кім?» «Атай, бұл мен Алмамын. Күн суытып, қатты жел соғып, пана іздеп келдік. Сіз бізді үйшікке кіргізесіз бе?» Ата мен әже қияр мен алманы үйшікке кіргізеді. Күн шыққаннан соң ата қиярды бақшаға отырғызып, әже алманы алма ағашқа орналастырады.